Hi Tigers, I'm Bokaplay. Ең алдымен мен камерам қосылды, мен қуанышымда шек жоқ. Мен орысша каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сілтемесі астында болады. Видеоның тақырыбын оқығаннан кейін кез келген адамның ойында неге деген сұрақ туындауы заңдылық. Ең бірінші себебі, егер барлық қыздармен жүруге немесе одан да жақын қарым-қатынаста болуға келісе берсек, жарты Қазақстанмен жүруге тура келеді. Мен тым қатты әсірелеп жүрген шығар. Негізі қыздар жігіттерге қарағанда әлдеқайда айлакер келеді. Олар ешқашан сыр сақтай алмайды және олар үшін берілген уәденің ешқандай да салмағы жоқ. Әрине мен барлық қыздар туралы айтып тұрған жоқпын. Мен видеоларымды өте көп жас жігіттер көреді және солардың көпшілігі менің жасымдағы жігіттер өте ерте үйленіп кетіп жатады. Мен үшін одан артық қорлық жоқ сияқты. Оған негізі тек жігіттердің ғана емес, қыздардың шектен тыс жеңілтектіктері де үлкен үлес қосады. Сондықтан егер өздерінің сыртқы келбеттері арқылы өзге жігіттердің алдында өздерінің бағаларын қымбаттату мақсатында әлек болып жүрген қыздарды байқасаңыз, бәрі кеш болмай тұрып жоқ деңіз. Екінші қыздардың түрі сізді не өзгеге, не өзіне қимайтын қыз. Сіз басқа қыздармен танысуға кетіп барсаңыз, сізді оларға жібергісі келмейді, бірақ сізбен достық қарым-қатынастан артық ешқандай жақын араласқысы келмейді. Яғни сізді жігіт ретінде қарастырмайтын қыздар. Ондай қыздарға еш ойланбастан жоқ деңіз. Үшінші қыздардың түрі сіздерден күдіктене беретін қыздар. Әрине басында сізге оның қызғаншақтығы ұнауы мүмкін, сіздің өзіңізді бағалауыңыз кәдімгідей көтеріп қалуы мүмкін, бірақ ол сіздің қаныңызды ішіп жібереді, себебі ол сіздің әр басқан қадамыңызды аңдитын болады, сізді тергеп отыратын болады. Ол сізге мүлдем ұнамайды, менің сөзіме сеніңіздер. Сондықтан қызғаншақ қыздармен қарым-қатынасты дереу доғару керек. Төртінші қыздардың түрі негізі қыздардың кінәсі емес, себебі ол сізге байланысты. Егер сізге сөз салған қыздың сыртқы келбеті ұнамаса, сізге ұнамаса, онда ойланбастан жоқ дең. Кейбіреулер айтады, зато оның мінезі жақсы деп. Бірақ өз-өзіңді алдағаннан пайда жоқ. Егер сіз қызбен жақын қарым-қатынаста болғыңыз келсе, сізге оның барлық жері ұнау керек. Түрі, фигурасы, иісі, дауысы, сөйлеу мәнері, қылықтары бәрі ұнау керек. Егер сізге ол қыздың бір жері ұнамай қалса, бітті. Болды, сіз оны ешқашан ұмытпайсыз. Ол сіздің басыңызда жатталып қалады. Сіз оны көрген сайын жизнь слишком коротка, чтобы пить скверное вино. Сіздермен бірге болған Bokaplay. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер және мен орысша каналыма тіркеліңіздер. Сілтемесі астында болады. Бәріне бай-бай.